Олжас інімнің үйінде үлкен бір емес 3-4 қуанышы өзі, иә? Аллаға шүкір. Оған балалардың қуанышы ғой енді. Ең бірінші өзінің туған күні құтты болсын. Туған күні бар. Інім менен келін болмағанда осы балалар өмірге келемін ақырымен. Өтіп кетті, бірақ сонда да поздравить етіп қоя беремін. Табыстарың мол бола берсін. Мінекей мына осы ұл-қыздар ғой, мінекей Құдайдың бергендері. Біреу оқу бітіріп жатырыпты, дипломын алып, біреу оқуға кіріп жатырыпты, например. Кішкентай балапан Али Нұрымыз болса, ой, ана жаққа кетейін деп жатыр. Ол да болса үлкен жетістік. Айғанатпен Айғанат байқауынан алып, жеңімпаз болды. Көп жетістік сол. Осы баланы мен бұзық бала деп ойлаушы едім. Ай, осы баладан ештеңе шықпайды ау. Наоборот, сондай балалардан жақсы шығады екен. Айтпай көз тимесін, биіктен көріне берсін. Осы өздеріңіздің берген тәрбиелеріңіздің арқасы ғой енді. Былай жүр деп әке-шешенің сол көрсеткен жолдарымен жүрген балалар ғой. Аллаға мыңда бір шүкір, барлығы биіктен көріне берсін. Табыстары мол болсын, денсаулықтары мықты болсын, ең бастысы. Сіздерге жаман көрсетпей, қызы оқуға түсіп жатыр, например, Арайға. Бәрін айтып жатыр, иә. Бүкілі енді оқшым, тек Салтанға да ештеңе жоқ қой, Салтанның несі еңбегі ғой, бірақ. Соның өзі маған жетіп қой. Негізі балалардың тәрбиесі анаға байланысты екен ғой. Әке ол даланың адамы ғой, түздің адамы ше. Әй дейді де қоя береді екен да, ең основной тәрбиені әйел береді екен. Айтады ғой, әрбір мықты еркектің артында бір әйелден тұрады деп ше. Сол әйел барлығына бас көз болып, ана балаларды оң жолына бастап отырған осы біздің Салтан келін, молодец. Иә, мықты. Бастап қойайын да келін. Сау болсын. Әрқашан осылай жетістіктермен қуанта берсін біздерді, сіздерді, например, саладай қылып, дастархандары толы болсын. Әрқашан жақсы күндеріне қуаныштарына жайла берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ең бастысы. Иә, жақсы күндеріміз көп болсын. Осылай бас қоса берейік жақсы күнде. Жақсылар бәріңіз де аман болыңдар. Тек тойымыз тойғаласып өсіп береміз. Tosun da. Ne de var aferin mi? Yok, kaçkı ömründe beni arkadaş var. Amin. Rahmet. Gittin değil mi? Aha, inşallah. Aşkım diye. Toylar oң болсын, құтты болсын. Бәрімізге жұғысты болсын. Түйістей, Салтан, балдарыңыз сол, еңбектеріңізді ақтап, не болып жатыр ғой, қуандырып жатыр. Дипломын әкеліп, не айболчик. Құтты болсын, жеңсін. Алданы неге түсем деп жатыр? Машина тұр ма? Оғанда айтып түсіп кетсін. Онда жуып отырайық дейді. Тойлар. Арайымызда не онды бітіріп, үлкен қыз болып қапты ол да. Енді оқуына түсіп, ол да әйтеуір бітіріп жатқанын, ол да және көре берейік өйстіп. Есізге жете беріңдер. Балдарың сол алдыңызда аман болсын. Әлинұр қайда? Әлинұр да құтты болсын, жеңсін. Тағы да одан да әр жеңе бер. Әлеқі барғанда да. Сөйтіп оқуға түс, енді осы ағаларының үйлерін жалғастырып. Әр жаңалықта құтты бола берсін. Баршаңызға жұғысты болсын, немерлерге, балдарымызға бәріне жұғысты бола берсін. Бәріне денсаулық тілеймін, амандықта. Осылай жақсы күнде өтін есеп ете берсін. Рахмет. Күністай сол, қуанышты күндер көп болсын, тойларың оң болсын, құтты болсын. Рахмет. Сау болсын. Оқу бітірді деп жатырсыңдар, біреулер оқуға кірді деп жатсыңдар, сол жаңа грамота алып деп жатсыңдар, бәрі құтты болсын. Ол жасында туылған күнің өзіңе құтты болсын. Алланың берген жасын жасай бер. Сол бала шағаның алдында аман есен ойнап күліп, осылардың қызықтарын көру нәсіп етсін. Сол мына қарайған қара көздердің үйлеріне барсағым, осындай жақсы ниет күндерге
аманшылықта өстіп ойнап күліп жүре берген. Тойларың құтты болсын айналайын. Мен айтамын сізге. Hoş geldik, жақсы келдіңдер. Қойшы қауым деп қояйын бүгін қожасымыздың қуаныштарын қызықтауға, тойлауға келдік. Бәріне құтты болсын жаным. Мына оқу бітіріп алған дипломы құтты болсын, өзіне соның жемісін жеп, магистратура деп ниеттеп отыр ғой, ниетіне жете берсін. Мына қызымыздың да қызыл аттестат құтты болсын, наны қалыңнан болып өзінің ниеттеген оқуына түсе берсін. Мына баламызда кеше байқаулардан өтіп жеңімпаз алып жатыр, сол биік белестерден көріне берсін балапандарымыз. Еңбектеріңіз ғой әрқашан. Сол еңбектеріңіздің жемістерін көре беріңіздер, әрқашан жайылған дастархандың осындай жақсылыққа, жақсы күндерге жайыла берсін. Сол жақсы күндерде қауышып, бір-бірімізге нәсіп ете берсін. Екеуміз бәрін айтып қойдың, сен мен не айтамын? Көп айтасыз, сіз жан-жақтан бәріңізге тойшы қауым, Құдайым осындай тойымыз көп болсын, Құдайым осындай себептері де көп болсын. Мына Олжасымыз бен Салтанның ұл қыздарына рахмет, еңбектерін ақтап, абырай әперіп, дипломдары да құтты болсын. Аттестаттары да, алған жүлделері де сол биіктен көріне берсін, еліне елеулі, халқына қалаулы болсын. Осы екеуі, осы ұл қыздардың қызығын теңдей көріп, ұлды ұяға, қызды қияға қондырсын. Солардан немере шөбере сүйіп, осы поколение міне давам ете берсін. Құдайым әрқашан жақсылығына келе берейік. Осы ұл қыздардың тойларында осындай жақсы ниеттерінде бәріміз осы дастарханда көрісу нәсіп ете берсін. Бәріңізге жұғысты болсын, құтты болсын бауырларыңыздың несі. Олжас жасың құтты болсын өзіңе. Алла Құдайым берген жасын жасай бер. Ең бастысы денсаулығың мықты болсын. Осы балдарымыз ибалда, иманды болып, Алла Құдайым барлық жақсы ниеттеріңіз қабыл бола берсін. Ал құтты бола берсін. Отырматып, екі сағыз көтеріп жүріп, өлең айтып еден, тұттағыз көтеріп. Басқа тойды тойламасаң тойлама, сәбилердің туған күні тойлансын. Барыңды да саған, ата бабам осы тойды аңсаған, баласына бір той жасап бере алмай, бұл дүниеден өтіп жатты қаншалар. Баласына бір той жасап бере алмай, бұл дүниеден өтіп жатты қаншалар. Қыз дегенім қонақ қой қашанда, төбесіне алтын құйып бақсаңда, шаңыраққа ие болып қалатын, ұлдың аты ұл ғой шіркін қашанда. Шаңыраққа ие болып қалатын, ұлдың аты ұл ғой шіркін қашанда. Асып тұрған, тасып тұрған шағында, шығын шығып кетеді деп налыма, шыққан шығын орнын тауып орала, күлімдеген ұлың тұрсай алдыңда, шыққан шығын орнын тауып орала, күлімдеген ұлың тұрсай алдыңда. Ой, керемет. Ya bir üstüne yürüyüşte var, jarsam bize de işmadığından Oyun toylar olasın, saltanatın kurasın, senin bilsin senin, benim bilsin güleşsin, bu sandalye.
Keremet, keremet. Alik kosulup otur, Alik. Olasın, sallananın kıraşsın, sen bilsin senin, sen bilsin kireçtin, bu sanlara. Oy Kerem. Barşanızga şaklıktı, biz de Keremet. Gözlemi, mine sizin izlemi, şanlı ortaya şanırsan, ay Oo. şanlı ortaya Sen hakkın yanı, sütüne yakın, sen anı, sütüne yakın, sen anı, kırmızın kınalı, şaman atı yuvadırsan, şaman atı yuvadırsan, İyi de. Jeşe kosunmayız mı? Ne ayıp vardır özde koş. Ne ayıp vardır özde vardır. Öyle bitti. Oo, tamam yaşan. Yıkıyor ben. Yıkıyor bu canım. Burada yetti. Burada atacağım. Burada yetti. Burada atacağım. Burada yetti. alıp geldim, yanıma geldim, savus geldim, toyma geldim. Hop. 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 Oo. Kulağayı ver gel. Al kulağayı. Sinirden toyuz gel. Hop. Gel. Koşu oturalım. Nasıl şimdi? Dur ayıp. Oh, hey. Babası yok. Şunu var dur. Haydi. Hop. Yakın vardır abi. Yedi yakın. Ne var abi? Ne mu var yiyorduk abi? O ben sormadım mı? Yaktım alan da var. Ya poza koyup götür degen var arasında. Ben şey yok degen var. Ya çok kaldı. Niye otur götürelim? Ha, kalsın. Ha. Hoppa. Başlıyor, gözler bastı. Ha, sağ olun. Жақсы, жақсы сүйемел деп жатыр. Ha, sağ olun.
Айқын. Karar. Sağ ol. Ой, керемет. 3'e 2. 3'e 2. О, 3'e 2. жақсы, жақсы. Әдем. Үшінші раундта қадайшы. Осыны біліп шығу керек. 3'e 5. Aldın sayası осы күнге жеткен Қосылайық, қатырақ. қадірет көшке қарашы осындайға жеткізген қадірет көшке қарашы ат ізін тұлпар баспай ма алдыңнан аңдар қашпай ма сағынғаннан келіп бір қошағай 5'e 1. Lan onu 5'e 1 bana. 5'e 5. келіп бір қошағашпай ма Haydi. Pauza. Reklamlı pauza. Alkış şarık. Arankeşkan bağlar. Ағайындар, бәріңіз аман-есен болыңыздар. Осындай бәріңіз тойға жетіңіздер. Biraz салдан, тойларыңыз тойға аласын. Бауырларымыздың бәрі жақсылықтары, қуаныштары құтты болсын. Айбол баламыздың диплом алып жатыр ғой, құтты болсын. Жеңісін жер енді. Арайка қызымыз да оқуға түсіп жатыр. Кішкентай Әлі Нұрымыз да жақсы жетістіктерге жетіп жатыр. Бәрі құтты болсын, қуаныштарыңыз ұзағынан болсын. Барлықтарыңа тілейтін денсаулық, аман-есен болыңыздар. Алдыңызға айтып аман жүріңіздер бәріңіз. Дастарханның барлық уақыт жақсы күнге жайылсын. Қуанышқа. Бізге де жақсы болсын осындай қуаныштар, жақсылықтар. Ешқашан жаманшылық көрмей, барлық қуанышың ұзағынан болып, аман-есен жүр. Денсаулығың әрқашан мықты болып, бүйтіп-өйстіп ойнап күліп жүре бересің. Ой, рахмет. Ой. Ой. Ого. Осы оқуының жемістерін жей берсін. Осы қызымыздан міне қызымен білдіріп отырған екен. Жақсы бір оқу орнына түсіп, белгілі бір азаматша атансын. Мына кішкентайымызда жетістікке жетіп жатқан екен. Осы әйтеуір ұзағынан болсын. Ұзағынан қуанып жүре берін. Денсаулықтары мықты болып, ауырмай, сырқамай, осы балалардың қызығын бірге көріп, немере шөбере сүйіп жүруін несіп етсін. Жоқ, оның бәрі өтіп кеткен ау, ол енді қызап не қылып жатыр ғой. Бүгін емес, 26-сында Иә, да. бүкіл қуанышымды әпкем тізіп шықты енді, бірақ оны мен енді тек қана балам дипломы деп айттым. Бірақ бүкіл қуаныштар Бәрі жақсы дұрыс. Бәрі қосқан дұрыс. жақсы, рахмет. Hop. Hop. Haydi. Yüzleri güldürümdür var gel, saçları sümbülümdür var gel. Murad isem yarım yarım hey, Niye böyle lan? var gel. Murad isem yarım yarım hey, Dağıttımın donatısı ya bari gel. ver gel, ver gel, ver gel. Canımın cananası ver gel. Ha? Ver gel, ver gel, ver gel. Cananın cananası ver gel. Bu oldu. Nerede koyduk sesini? Приходила, песню заводила, Стеклова сердце махала. Про того, которого любила, про того,
Ham balani. Енді рахмет. Міне екі жақтың да командасы жақсы қатынасты. Al mına kuda kıyım. Ayağımды көтеріп бармаймын сен арқалап бармаймын. Бармаймын. Бүгін кешірушілері. Ассалаумағалейкум. Бүгін кешірушілері не қылаймыз? Мен жақсы келген бәрі айтылып жатыр. Олжас, сен әдісіңе қарындасым едім. Құдай өтсін, Құдайға әзірлерін айтып отыр. Бәрі қабыл болсын. Жижаттарымды, ағайындерімді, осындай туыстарды жағындасынан тойға жатсын. Қуанышын жатсын. Бірінші себепші бауырымыз көп асқақтаудай бітіріп, асқардай аспанды алып жатқан баламыздың деді құтты болсын. Балалықтан кішкене тәйте басып өскен қызымыздың әтісаты құтты болсын. Қызыл дипломмен қызыл әтісатпен бітіріп жатқан соның жемісінде. Бұның бәрі деп қалып тіледен қамыз. Ата-ананың арқасы. Ата-ана мәңгі болсын. Қай жерде қандай не болса сол жауап беріп сізге рахмет. Келіп отырып соның дастарханды толтырып отырған бауырларға рахмет. Сіз келіп отырып Құдайға рахмет. Балалардың жосты болсын. Бізге де соны сен ақында бізге де жосты болсын. Олжас Салтан бірінші өзінің туған күні екен. Алланың берген жасын жасай беріңіз. Мына өсіріп жатқан Алланың көзге көрсеткен ұл-қыздарының жақсылығын, қуаныштарын Салтанмен екеуіңіз теңдей көріңіздер. Адамның аты дейді, қашан өзі өсірген ұлдары, қыздары бір жақсы жетістікке жеткен кезде, өскен кезде білмейді. Бүгін күнімен не айтылып жатыр? Диплом алған кімнің баласы, Олжас Салтанның баласы. Мектеп бітіріп жатқан кімнің қызы, Олжастың Салтанның қызы. Конкурстан өтіп, грантқа ие жатқан кімнің баласы, Салтанның баласы, Олжастың баласы деп ұлдарыңыздың, қыздарыңыздың жетістіктерінің арқасында сіздердің аттарыңыз аталып жатыр. Осы ұлдарыңызда, қыздарыңызда сіздерге ешқашан жаман сөз, жаман ат естілмесін. Әрдайым осылардың жетістіктеріне, жақсылықтарына куә болып жүре берейік. Мына бүгін осы жақсылықты, қуанышты ағайын туыс, құда жекжат, ауылдас апалардың батасын ұлайын, аталардың батасынан бетаядың басын қосып, ұлттық мерейіміз киіз үйдің ішінде дастархан жайып күтіп жатқан берсін Алла, көңіліңе берсін. Дастарханың әрдайым жақсылыққа жайылсын. Келеген кең терезеңдей болсын. Әрдайым алар асулары, ұлдарының қыздарының көп болсын. Алла бұйырса, диплом алған баламыз ертең өзі қалаған, өзі армандаған жақсы жұмысқа кіріп, соның нанын жеуіне несіп етсін. Мектеп бітіріп жатқан ағайынымызда өзі таңдаған, өзі қалаған оқу орнына түсіп, ертең жақсы маман иесі алдарыңызда ол да ертең диплом әкеп, соның қуанышын бөліп несіп етсін. Мына жақсылықты, қуанышты бөлістен көбейтіп, көп болсын деп жатырмыз ғой. Жақсылықтарыңыз, қуаныштарыңыз көп болсын. Әрдайым осы ағайынның алдында, туысқанның алдында, осындай жолдастың, құда-құдағайдың алдында мерейлеріңіз үстем болсын. Әрдайым жүзіңізден күлкі кетпесін, достыңыз көп болсын, дұшпаныңыз жоқ болсын. Мына жайған дастархандарыңыз бүгін қандай берекелі болса, өміріңіз сондай берекелі болсын, дастархандарыңыз сондай толы болсын. Бүгінгі қуаныш, бүгінгі жақсылық әрбір мұсылман баласына несіп етсін. Ал сол үшін алып қоямыз. Құдам қайда? Далада.
Ек құдағай мына осындай досым аман болыңдар құрдасым құдағайлар біз осындай ауыр сөз не болса жаман не болса күтте де болса кешіріп қоясың арт сөзің болса не болса кешіріп қоясың Бұлар қысабаш ұятқо бұлар ұятқо бию ғой құрдан Пиво, ойбай 5 стаканчик әкеп қойыппын оған. Едем деген штаус қойдым. Я жеуге біреу жесін Альберто. Мені құда-құда Ал. Жеңгесіне де біздер бәрін Олжас салтанат бүгінгі қуаныш күн құтты болсын. Иә. рахмет. Осы бәрі де осы балалардың мына грамоттан грамот. Солай сол арқылы дипломға жетіп отыр. Той құтты болсын бәріңізге. Қуанышты күн болсын. Барлық үйде осындай тойдан тойға жетірсін. Әлде армандарына жете берсін. Осындай қуаныш күнге жете бергейміз. Аман болыңдар, сау болыңдар, ағайындар. Атардан келген туыстар бәріңе аманшылық. Қонаев бар еще. Капчик да қой. Сыта бала зойда Қыздарың дипломдары құтты болсын. Әйтеуір өзің туған күні құтты болсын. Ағайындар бәрі жиналып отырған екен. Яғни әр уақытта дастарханда мол бола берсін. Әйтеуір үлкен оқуларға жеңістікке жете берсін. Яғни соңғы алғыстарға. Яғни немістемсе қойса. Досым жақсы болды ғой, экранға шығады. Вообще Шарт саймыз ау деймін. кім админ. Алтындайға. пенсионерді кіргіздім ғой. Айта қой, ал. Сілек, айта қой. Тойшы қауым дейді ғой бүгіннікей жиналып отырмыз. Бауырымыз Олжас жолдасы Салтан екеуінің шаңырағында үлкен қуаныш. Ең бірінші қуанышты мінеки барлық ағайындарымен, туысқандарымен, құда жекжаттарымен бөлісуге дастархан жайып, жүрегін ашып, шақырып отырыпты. Бірінші осы кісілерге, бауырыма, Салтан өмірінің жолдасы келімізге денсаулық тілеймін. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Сөздеріңізден күлге кетпесін, аман есен болыңыздар. Екіншіден дастархан жайып отқан себебі ұлдары мен қыздары оқу бітіріп, екінші оқуына түсіп жатыр. Ары қарай жалғастыратын ұрпақтар ғой. Біздің көбейіп тұр әулетін. Солар аман болсын, жоғары белестерді бағындыра берсін. Аман болсын алдымызда. Тек қана алдына қойған мақсат армандарына жете берсін, сау саламатта болсын. Біз жаңа танысып жатырмыз ғой, бір көрген біліс, екі көрген таныс, ары қарай ағайын туыс, жекжат болып жатырмыз ғой. Сөйтіп аман болайық, сау болайық. Айнаның жет қыздары! Сондай болғаннан кейін жарыс болады, екі ортада жағанаға тайтарыс дей ма, неде тойтарыс жарыс болады, жарысып жатырмыз ғой енді. Құдекең дастархан жайып қыздырып жатыр ғой. Осындай қызығымыз көп болсын. Аман болайық, сау болайық. Қуаныштарыңыз көп болсын. Ұлымыз Алинор, кішкентай қызымыз Арай. Айбол үлкен. Айболчик. Диплом алып, магистраға аяқ басып жатыр, соған жетсін. Арайкамыз аман есен оқуына түсіп жатыр, ары қарай жалғастырып
ауыздарыңызға ас салатын ұл мен қыз болсын, аман болсын, сау болсын. Бағана бір жақсы тілектер айтып отыр. 40-тың бірі қыдыр, жақсы сөз, жарым ырыс дейді ғой. Соның бәрі Алланың құлағына шалып қабыл болсын. Дастархандарың тек қана қуанышқа жайыла берсін. Мінекей жасы үлкен, жасы үлкен бәрі келіп жатырыпты. Бәрі сіздің қуанышыңыз бөлісіп келіп жатырыпты ғой. Мінекей жүздері жарқырап отырыпты. Сіздерге дендеріңізде саулық, жаныңызға амандық тілеймін. Ауырмаңыздар, сау болыңыздар. Алдымызда аман есен болыңыздар. Жаңа 300 шақырымды бағындырып келіп отыр деп отыр ғой. Иә, жолымыз ұзақ болса да жүрегіміз жақын болсын бәрімізге. Сөйтіп сіз бізбен жарасып аман есен жүре берейік. Тек қана артымызда қалатын сізбен біз екен, сыйласып. Сол үшін бір-бірімізді сыйлап өте берейік өмірде. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Әрі құрдасы менің жеңгем. Бүгін мені менің қайным мен келінімнің үйінде бір ақ түйенің қарны жарылып жатқан көп. Үлкен бір керемет мінекей бала шағасын өсіріп, бітіріп, диплом алып, оқуға түсіп жатыр. Одан жаңа көп қызықтар болып жатыр ғой, соның бәрі сендердің арқаларың өсіріп, осындай тәрбие берген келініме рахмет. Жаңағы батыр ана дейді ғой бұны. Батыр ана атанған біздің қолдан келе алмады енді. Молодец. Мақтан тұтам действительно. Негізінде Айбол баламыз ол біздікі. Баста менің қолымда болды да көшпеген кезде ше. Салтанның аяғы ауыр, менің қолымда босанып, 40-нан шығарып, 6 айға дейін менің үйімде болды. Өсірді, қақты, өте жылауық бала болған. Әже деп Ана даусын шығармау керек қой. Барамда жүгірем дейді. Сонымен әже дейді негізінде. Бұл Айбол баламыз молодец, жарды кешеде диплом алған кезде Алматыға барып шашып қайттық қой енді. Аман болсын енді. Иә, шашты жай жіберді. Менің жоқтығымды білдірген, мен санаторияда жүрмін Павлодарда. Қайнымды жоқтатпай орын толтырып барып жатырмыз. Бауыр деген осындайда ғой. Ажын, абысын тату болса, ас көп болады дейді ғой. Енді Аллаға шүкір, Құдай маған осы үшеумізді қосқан екен. Мінекей абысыным, үлкені, мен ортаншы, кішкентайы осы біздің Салташка. Салтан әйтеуір жүгіртеді ғой, енді жүгіріп жүреді ғой, енді былай жүгіртпей әйтеуір жеңше деп жүр. Рахмет. Өзі бір қарапайым керемет. Мен өзім енді айтып отырмын, соны Қызылорда облысына түскен адаммын. Значит, местный дейсіздер ғой, местный жақсысы бар. Бағындырдым, әпкелерім бәрі біледі. Әпкелерімді әпке деп, ағаларымды аға деп, қайныларымды қайным деп. Алақаныма салып отырмын барлықтарыншы. Міне түскеніме биыл 25 жыл болды. Серебро дейді ол, күміс. Айта салайын да. Июл айында еді ғой сен айтып, июлда шілде айында. Анау өмір көрмеген Қарақалпақстанға бардым. Өмір көрмеген жерім. Досыма бүйтіп тұрам, не деп жатыр, бүйтіп тұрам. Аудар жүріп. Қапыны жап деген ғой. Қапы десе әнеге барып келе береді. Шешенің жап десе. Пердені ұстап қояды. Бұл неме ойнайтын 4 жаста. Томпақ әдем болатын. Ұрманшы. Томпешка дейтінем ғой бұны. Бұл немен түртіп кетеді, сүртіп кетеді, әйтіп ойнайтын. Сол тіліне түсінбейміз ғой бір-біріміздің ше. Шүкір, бәрін бағындырдым, Аллаға шүкір. Бағындым десек, Өзім де бағындым, және де бағындым бұл жерге. Менің көргінім айтады, сен әбден беріп кеткенсің, аяғы. Тілімде ұсақ кеткен. Тілімде ұқсақ кеткен ау сияқты. Сол сияқты қуанам осы отбасына келгеніме. В общем, жақсы отбасы. Аспанымыз ашық болсын, деніміз сау болсын, аман болайық, денсаулығымыз мықты болсын, ауырма Кенжетай. Алдымызда күн ойнап жүре бер, әпкелерімізге қарап біздер өсеміз. Осы үлкен кісілердің арқасында осындай болып жүрміз ғой. Осы әпкелердің тәрбиесі,
міне үйтіңдер бүйтіңдер жаман болған жоқпыз. Ұрсатын шетте ұрсып алады, еркелететін шетте еркелетіп алады. Мысалға деймін да. Бақыратын шетте оны алмаймын, қазір қуанамын. Мысалы, ертең мен де келін алсам сол тәрбиені берем деп отырмын. Өйткені жаман болып жатқан жоқпыз. Мінекей әпкелерге қарап біз өстік. Аллаға шүкір, күйеуім пенсияға шығып, мінекей қандай қазір мұғалім, өзім де балабақшада істеймін, тәрбиешімін. Не айтайын тағы да, бала шағам бар, енді батыр ана атана алмадым. Аллаға шүкір, енді аманшылығына шүкір екен. осы үйде той болсын, Кенжетай. Өзім жақсы көретін, өзімнің былай туғанын айтқан кезде жалғыз қайным ғой. Еще менімен құрдас. Екеуміз бір-біріміз құрдас. Тіліміз де келеді, сөзіміз де жарасады. Қазақ әдебиеті ғой бұл. Мен айтамын, мақалды өлтіресің, маған қарағанда дейді. Мен қазақтың қызы болсам да Кенжетай сияқты сөйлей алмаймын негізі. Сол сияқты, молодец. Осы айтылған тілектің бәрі Алланың құлағына үлкен кісілер жақсы тілектер айтты. Енді басқа не айтты?